Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 10 қараша дүйсенбі, тақырып Украина соғысы мен әлемдегі жаңалықтар жайлы. Соңғы 3 тәулік ішінде жұмысымыздың қарбаластығына байланысты біз сіздерге ақпараттар бере алмадық. Дегенмен Майдан даласында үлкен өзгеріс жоқ. Ресей тарапы Покровск қаласын басып алдық деп бірнеше мәрте мәлімдемелер жасағанымен Покровск үшін шайқас әлі де жүріп жатқаны белгілі болды. Кеше Украина президенті Зеленский батыс ақпарат құралдарына сұхбат берген кезде Ресейдің Покровск бағытында 170 мың сарбазы соғысып жатқанын, Путиннің мақсаты биыл жылдың соңына дейін Донецк облысын қалайда толық басып алу екенін ашып айтты. Әрине, Покровск үшін шайқас соғыс басталғаннан бері, яғни 4 жылдан бері жүріп жатыр десек те болады. Өйткені Покровск қаласы Донецк облысындағы маңызды стратегиялық орын саналады. Украина тарапы да осы қаланы қолдан бермеуге бар күшін салып жатыр. Дегенмен Украина сарбаздарының бұл өңірдегі жағдайы мүшкіл. Украина әскерлері көп ұзамай Покровскіден шегініп шығуы мүмкін дегенде болжам жасалған. Бірақ ой түрткінің өткен кезегінде айтып өткеніміздей, Украина қарулы күштерінің бас қолбасшысы Сырскийдің дәл осы Покровск бағытына барып соғысқа өзі тікелей қолбасшылық етуі, ұлттық барлау қызметінің басшысы Будановтың да осы өңірге барып барлау жұмыстарына өзі жетекшілік етуі, Украина қарулы күштерінің қаланы қазірге дейін Ресей күштерінің толық басып алуына мүмкіндік бермей тұрған тәрізді. Қазір Ресейде, Украинада алыс қашықтықтан бір-бірін толассыз соққылап жатыр. Украина қазір Ресейдің мұнай өңдеу зауыттарына және темір жол бекеттеріне соққылар жасап жатыр. Темір жолға жасаған соққылары көбінде әскери мақсатта пайдаланатын оқ-дәрі және жанармай таситын темір жол бекеттеріне соққы жасап жатыр. Ой түрткінің өткен кезектерінде айтып өткеніміздей, Украинаның мақсаты Ресейдің экономикалық қуатын әлсіретуге ықпал ету. Әрине батыстың, әсіресе ақш-тың соңғы санкциясынан кейін Ресейдің экономикасы ауыр қыспаққа ұшырады деген мәлімет айтылады. Украина президенті Зеленский өткен аптада тілшілерге берген сұхбатында біздің соққымыздан Ресейдің мұнай экспортынан кіретін кірісі 20-27%-ға дейін төмендеді. Біздің соққымыз ақш салған санкцияға жанамалай әсер етеді. Яғни Ресейдің экономикасы алдағы уақытта тіпті де нашарлай түсетіні анық. Біз соққыны жалғастырамыз және Ресей жеріндегі соғыстың ауқымын кеңейте түсеміз деп мәлімдеген болатын. Осыдан кейін-ақ Украина Ресей жеріндегі маңызды нысандарға соққы жасаған кезде бір жолда 10-20 шақты дронмен шұғырлы түрде соққы жасай бастағаны мәлім болды. Әрине қазір Украина даласында соғысып жатқан Ресей әскерлерінің қатарында шетелден келген азаматтар да аз емес. Соңғы кездері Ресейге оқуға барған және жұмыс іздеп барған азаматтардың мәжбүрлі түрде Украина даласындағы соғысқа жіберіліп жатқаны туралы ақпараттар қайтадан жиі айтыла бастады. Әрине бұл бұдан бұрында айтылған ақпарат, айтылған әңгіме. Дегенмен соғыс әлі де бірер жыл жалғасатын болса, екі тараптың да адам күші жағындағы қуаты барған сайын әлсірей беруі мүмкін. Өйткені екі тараптың әскерлері де қазір соғыстан қажыды, соғыстан шаршады. Шетелдіктер де ақша үшін десек те басын өлімге байлап Украина даласындағы соғысқа ұдайы келе бермесі анық. Сондықтан да Ресей мен Украина соғысы 2026 жылы аяқталмаса, онда бұл соғыс ұзақ уақыттық аңдысқан соғысқа айналатын анық. Қазірдің өзінде екі тарап аңдысқан күйде тұр. Дегенмен Украина тарапы қалайда соғысты тезірек аяқтатуға мүдделі болып отыр. Оған ел ішінің саяси жағдайы да, халықтың экономикалық қуаты да
халықаралық қауымдастықтың көмегі де ықпал етіп жатқаны анық. Әрине қазір Ресейді тоқтататын ең негізгі күш ол ақш-тың ықпалы. Бірақ ақш осыған дейін Ресей Украина соғысын тоқтату үшін Ресейге қысым жасап та көрді, келіссөзге келейік деп те көрді, бірақ қазірге дейін оның нақты өнімі көріле қойған жоқ. Соңғы кездері Трамп Қытайды өз жағына тарту арқылы Қытайдың Ресей Украина соғысын тоқтатуға ықпал етуінде талап етіп жатыр. Мүмкін осы тетікті пайдаланатын да шығар, бірақ Қытай мен Ресейдің одақтастығы, экономикалық жақтағы ынтымақтастығы ақш айтты екен деп дереу үзіліп кетпейтіні анық. Оның үстіне Ресей қазір Солтүстік Кореядан қару-жарақ және әскер алып отыр. Жақында Оңтүстік Кореяның барлау қызметі Солтүстік Корея Ресейге тағы да 1000-нан астам жауынгерін аттандырды. Олар негізінен Ресей басып алған аумақтардағы құрылыс жұмыстарымен айналысады деген ақпарат тарады. Әрине естеріңізде болса, Курск облысын Украина қарулы күштері басып алған кезде осы өңірдегі Украина қарулы күштерін ығыстырып шығару үшін Солтүстік Кореядан келген азаматтарда әскерлерде соғысқа қатысқан болатын. 12 000-нан астам жауынгер келді делінген, бірақ оның көбі сол майдан даласында қырылып қалды деген ақпарат осыдан бұрында айтылған. Қысқасы, Украина-Ресей соғысы кем дегенде жарты жылға дейін жалғасатыны анық. Ресейдің мақсаты келісімге келген күннің өзінде Донецк, Луганск облыстарын толық басып алу болып отыр. Ал Украина болса Донецк облысын қалайда қолдан бермеуге тырысып бағуда. Трамптың да Украина президенті Зеленскийге Донбасс пен Луганскіден әскеріңді әкет, сонда Ресей Запорожье мен Херсонға шабуыл жасамайды және қазіргі майдан шебі бойынша соғысты тоқтатады деген талапты айтқан болатын. Бірақ Украина оған келіспей отыр. Өйткені Украина Донбасс пен Луганскіден әскерін әкетіп, бұл өңірді басы бүтін Ресейге тастап беретін болса, онда Ресейдің Украинаның басқа аумақтарына шабуыл жасауына үлкен мүмкіндік туады деп алаңдайды. Сондықтан Украина тарапы қан төгілсе де, қарыс жер болса да бермеуге бар күшін салуда. Жалпы соңғы кездері ақш-та Украина-Ресей соғысы мәселесіне баса назар аудармай отыр. ақш-тың қазіргі назары Венесуэлаға ауып тұр. Себебі ақш қазір Венесуэланың төңірегіне әскерін топтап, ыңғайы келген кезде Венесуэлаға басып кіруі де мүмкін. Жақында Трамп Мадуро биліктен кетуі мүмкін деген әңгімелерді айтып қалған. Соңғы күндері Мадуро егер өзінің бас амандығына кепілдік етілсе және оның Венесуэладан аман есен үшінші елге кетуіне мүмкіндік берілсе, биліктен кетуге дайын екенін мәлімдеді деген ақпаратта тарап жатыр. Қысқасы, ақш ебін тауып Венесуэланың қазіргі билігін ауыстырып, өзінің ыңғайына келетін азаматтарды Венесуэланың билігіне келтіруге бар күшін салып жатыр. Сондықтан Венесуэла мәселесі толық шешілмей тұрып, ақш-тың Ресей-Украина соғысын тез арада бір жағына шығаруы да екіталай секілді. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.